Қызметкерді жұмысқа алған кезде басшы өзі сөйлескен дұрыс па? Так, әдемі сұрақ. Қараңыз. Біз қазір микробизнес иелерін көтеріп отырмыз, Микробизнес дегеніміз не? Микробизнес ол кішкентай кәсіп. Олар үлкен холдинг емес. Сол үшін микробизнес деңгейінде кәсіпкер қызметкерлерінің ішінен қолбасшыларды өзі тәрбиелеп өсіру керек. HR департаменттағы қызметкерді жұмысқа алу деген зонаны мейлінше кәсіпкер өзі өткізген дұрыс. Өйткені бастапқы деңгейде команда қалыптасып жатыр. Кәсіпкер бұл процесте өзі атсалысқан дұрыс. Сол үшін менің кеңесім, мүмкіндік болса, кәсіпкер бірінші сөйлеспесе де, бірақ кірейін деп тұрған қызметкермен екінші этапта, үшінші этапта бір рет болса да өзі сөйлесіп, компанияның мақсатын, компанияның құндылықтарын айтып, қызметкермен танысып, бір бағыт бағдар беру керек. Жаңадан келген маман, ол бұл кеменің иесі кім екенін көзбе-көз өзі көріп, өзі сөйлескені абзал.